Тәуелсіз Қазақстанның қазынасындағы Інжу-Маржан оның шығыс өлкесі болып табылады. Таулардың бөктерінен кең байтақ далаға суырылып бара жатқан алып, ертіс жатқан ерекше сұлулық пен шексіз байлық жерінде қала тұр. Бұл қала ерекше адамдар, келбетті және ақылды, қатал және адал, еңбекқор және қонақжай адамдар қаласы. Балқыған металл мен сыңғырлаған мұз қаласы. Сарқылмас таланттар мен жанқияр жүректер қаласы. Бұл қаланың аты Өскемен. Зәулім үйлер төбесінен Өскемен тұңғиық суларға қарап тұр. Не көріп тұр екен? Ертістің ғасырлық даналығын ба? Әлде жалынды үлбінің албырт жастығын көріп тұр ма? Су бетінен өткен өмірінің айнасындай қала өзінің тарихын көріп тұр. Өскеменге жан бітірген адамдарды, олардың тіршілігін, қуанғанын, темір соғып, үй салғанын көріп тұр. Қала біледі, қала қастерлейді. Барлығы оның есінде. Сонау бір жылдары ен жатқан сары даланы қаланың ыңғайлы және құлпырған көрікті жерлеріне айналдырған жастық шақтары да қаланың жайқалған саябақтарының жадында тұр. Дәл осылай қазіргі Жамбыл Жабаев, Қасым Қайсенов атындағы саябақтары бой көтерді. Одан кейін іле-шала жаңа құрылыстар кезінде қала тұрғындарының сүйікті сол жағалау кешені. Нұрлы жол паркі және жап-жаңа, бірақ тартымдылығы басқаларынан кем емес Самал спорттық сауықтыру паркі жайғасты. Ал бірнеше жыл бұрын Жамбыл және Қайсенов саябақтарының арасына қаланың тағы бір жаңа көрікті жері жайғасты. 90-шы жылдардың басында сол жылдары облыстың бас сәулетшісі болған Александр Иванович Мекит Головков пен Қайсенов көшелері аудандарында бірыңғай жаяу жүргіншілер кеңістігін құру туралы идеяларын білдірген еді. Кейінірек ол сол жағалаудағы саябақ, Ғашықтар аллеясы сияқты қаланың көрікті жерлерінің пайда болуына тікелей атсалысты. Оның идеялары тарихта тірі қалып, бүгінгі күні де іске асуда. Білеумен оранып, ағаштармен, гүлдермен безенген Өскемен Арбаты қала жастарының сүйікті орындарының біріне айналып үлгерді. Я вокалист города Усть-Каменогорск. По крайней мере, так считаю, потому что пою во многих заведениях нашего города. Также выступаю на площади по праздникам. Пишу свою авторскую музыку. Вот здесь, на Арбате, ровно год назад, почти там плюс-минус, я начал свою деятельность. То есть мы выходили с ребятами с гитарой. У меня была такая небольшая колонка по T-боксе, есть она. Подключались и стояли, пели. Честно было для души, тогда я даже не мог представить, что я там буду на сцене петь. Есть какая-то удача, которая в какой-то момент может тебя подфартить. Она может тебя подфартить, и, соответственно, если ты дальше не пойдешь, то ничего, тебе никто, дядя никакой не подает, ты скажешь: Радмир, вставай, пойдем, я тебя сейчас поведу. Это все зависит от самого человека. Во-первых, я начал с Арбата, так скажу, это очень хорошая такая площадка, где всегда есть люди, где всегда тебя услышат, послушают, посмотрят на тебя, какое-то внимание тебе окажут. Я думаю, что нужно начинать с таких мест. И, конечно, собственное желание, чтобы ты хотел этого. Өскемен жастарының танымалдылығы тек шығармашылық таланттары үшін ғана емес. 1968 жылы 31 желтоқсанда Ертіс құрылыс басқармасы қалалық спорт сарайын пайдалануға берді. Бұл ғимаратта әлемдегі ең жақсы хоккей мектептерінің бірі дүниеге келді. Бүгінгі күнге дейін Өскемен мұз айдынының даңқы жер жүзін жарып келеді. Ал жаңа болашақ чемпиондар қаладағы жаңадан пайда болып келе жатқан хоккей алаңдары желісінің мұзына қуана жүгіруде. Бәлкім, Қазақстанның туын ең биік хоккей тұғырларында көтеру мәртебесі дәл осы балаларға бұйыратын болар.
Сонымен қатар басқа спорт түрлері де жаңа биіктерге көтерілуде. Өскемен жеңіл атлеттері әлемдік және олимпиадалық тұғырларды бағындыруда. Жақында үстел теннисі де қарқынды дами бастады. Осы спорт түрі үшін арнайы салынған орталық жаңа чемпиондарды тәрбиелеуге негіз болады. Этот центр на сегодняшний день является самым большим, самым масштабным по республике. 50 теннисных профессиональных столов, одобренные Федерацией международной ITTF. Также мы здесь можем проводить такие крупные соревнования, как чемпионат Азии, чемпионат мира, то есть международные первенства. Вот мы уже провели в этом году несколько республиканских турниров, один международный турнир. И вот в следующем году планируем провести уже такой высокомасштабный турнир рейтинговый ITTF. С момента постройки теннисного центра прошел буквально год, и на сегодняшний день мы уже набрали порядка 400 спортсменов, которые на ежедневной основе занимаются настольным теннисом. Хорошие результаты уже у подрастающего поколения, они стали себя показывать, но я думаю, еще результаты будут высокие сформироваться в течение 4 лет олимпийского цикла. Ал спорт сарайының сыртында жаңа ауқымды құрылыс басталып кетті. Астана көшесінің жалғасын салу автожол төсеуді жағалау құрылысымен ұштастыратын орасан зор жоба. Соңғы рет осы сияқты өршіл міндетті Өскемен құрылысшыларының 70-ші жылдары қолға алып еді. Сол кезде ЕКБ мамандары ертістің жағасына бетон құйып, қалаға керемет жағалау сыйлап еді. Қазіргі ұрпақ өткендердің тәжірибесін құрметтейді және берілген стандартты назардан тыс қалдырмайды. На сегодняшний день мы полностью отсыпали тело набережной, устраиваем проезжую часть. Проектом здесь предусмотрено берегоукрепление габионами. Вот здесь как раз представлены наши укрепления береговой линии при помощи габионных сооружений. То есть получается, вот она, проволока из нержавеющей стали сплетенная, в ней заложен щебень габродиабаз для укрепления береговой линии. То есть сетка не позволяет в дальнейшем разойтись уже щебнем. Жетпісінші жылдары Өскеменде алғашқы 16 қабатты үйлер пайда болды. Мұндай тәжірибені бүгінгі күні ғана қайталай алдық. Жарты ғасырдан соң алғаш рет 2022 жылы Өскемен құрылысшылары Нұрлы жол шағын ауданындағы алғашқы 16 қабатты үйді пайдалануға берді. Бұл қала құрылысы тарихындағы жаңа кезеңді ашты. Сол жағалаудағы кешенді даму қалаға 60-70 жылдардағы құрылыс қарқыны кезіндегідей серпін беруі керек. Жақын маңда жаңа 19-шы шағын ауданында Өскеменнің ең жас саябағы орналасқан. Ол Отан соғысының ардагері және Қазақстан қарулы күштерінің негізін қалаушы Сағадат Нұрмағамбетов батырдың есімімен аталады. Тәуелсіз Қазақстанда алғашқылардың бірі болып, біздің қаламыз осы батыр адамға сіңірген еңбегі үшін құрмет көрсетті. Ақшашты генералдың қола жанарындағы көзқарасының солтүстікке қарай бағытталуы кездейсоқ емес. Онда ертістің ар жағында, Стрелка мөлтек ауданында отанның бейбітшілігі мен өркендеуі үшін өмірін қиған полктес жауынгерлерін еске алу үшін мәңгілік алау жанып тұр. Сол жердегі Андрей соборынан Өскемен мен Семей тұрғындарынан құрылған 238-ші атқыштар дивизиясының жауынгерлері майданға аттанған еді. Дәл осы жігіттер Туле қаласына келе жатқан жау жолында темір қорғандай болып тұрды. Олардың батылдығы мен қайтпас қайсарлығы тіпті танк данышпаны Хайнц Гудерианның тауын шақты. Осы қаһармандық қорғаныстары үшін 238-ші дивизия 30-шы гвардия атағын алды.
ұлы батырлардың құрметіне от жанып жатыр. Шығыстан батысқа қарай ертіс суы ағып жатыр. Осы суға қарап Өскемен өз тарихына үңіле түседі. Бәрі де тарихын қайта-қайта шындыққа айналдырады. Өткенге құрметпен және болашаққа тайсалмай қарау өскемендіктердің ғасырлардан келе жатқан бірегей мінезінің негізі болды. Ол мінездің күші біздің бойымызда да бар. Біздің туған Өскемен тарихына, ұлы отанымыздың Қазақстан Республикасының тарихына өз есімдерін әлі жаза алмағандардың бойында.